Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 77-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. Бірінші тапсырма: екі ағаштың арасы к метр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі торғай ұшып шықты. Олар б секундтан кейін кездесті. Бірінші торғайдың жылдамдығы z метр секунд. Екінші торғайдың жылдамдығын тап. Екінші торғайдың жылдамдығы v2-ге тең. Келесі тапсырма: суреттегі деректермен таныс. Динозаврлардың әрқайсысы тәуліктің 1/4 бөлігінде үздіксіз қозғалатын болса, олар қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Екінші тапсырма: сенің жүгіру жылдамдығың қандай? Динозаврлардан қашып құтыла алар ма едің? Орнитолог және палеонтолог мамандықтар туралы білесің бе? Бұл мамандық иелері немен айналысатынын анықта. А тапсырмасында сіздерге толық жауабы берілген, мұқият дәптерге жазып аламыз. Екінші тапсырмада динозаврлардан біз қашып озып кете алмаймыз. Өйткені ең жай жүретін динозаврдың өзі сағатына 60 км жүреді. Ал адам баласы сағатына 5 км-ден артық жүрмейді. Келесі: орнитолог құстарды зерттеуші ғалым, палеонтолог көне дүниелерді зерттеуші ғалым. Келесі тапсырма: екі ауылдың арасы 40 км. Осы ауылдардан екі жаяу жүргінші бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа шықты. Бірінші жаяу жүргінші 4 км сағатына жылдамдықпен, ал екінші 5 км сағатына жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің арасы қанша болады? 2 сағаттан кейін екеуінің арасы 58 км-ге тең болады. Келесі тапсырма: бұл жерде А тапсырмасы мен А тапсырмасының жауабы көрсетілген. Келесі Б тапсырмасын екі тапсырмаға қарап орындаймыз. Дайын есеп берілген, соны біз мәнін шығарсақ болды. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада да қосу, азайту, бөлу және көбейту амалдары берілген. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшадан кейін жақшаның сыртында қандай амал тұр, соған қарап өрнектейміз. Біріншінің мәні 2636, екінші есептің мәні 131, үшінші есептің мәні 130, төртінші есептің мәні 185,385 шыққан. Келесі 6-шы тапсырмада жұлдызшалардың орнында болатын цифрларды анықта. Сіздерге біріншіде азайту амалы берілген, екіншіде қосу амалы берілген. Осыны дәптерге мұқият жазып аламыз. Келесі: Әлия, Айна және Сәуле үшеуі бір мектепте, бірақ әртүрлі сыныпта оқиды. Бірінші, екінші және үшінші. Әлия өткен жылы Айна оқыған сыныпқа көшті. Қыздарының әрқайсысы қай сыныптарда оқиды? Бұл жерде логиканы іске қосамыз. Әлия 2-ші сынып, Айна 3-ші сынып, Сәуле 1-ші сыныпта оқиды. Келесі тапсырма: екі қаланың ара қашықтығы в километр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автокөлік шығып 2 сағаттан кейін кездесті. Бірінші автокөліктің жылдамдығы в км сағатына болса, екінші автокөліктің жылдамдығы тап. Екінші автокөліктің жылдамдығы в-ға тең. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. Каналға тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.